Біздің 6 бала шағамыз бар. Сол балалардың біреуіне үй болсын деп осы ройға тіркеліп, пайызсыз үй алдық. Құдайға шүкір, бір баламыз ертең үйленсе де, бөлек тұрса да, өз үйі болсын деп. Сондай мақсатта осы үйге тіркелдік. Бірінші күйеуім тіркелді. Осы үйді күйеуімнің атынан алдық, бір договормен алдық. Содан кейін мен ойландым да, қойшы тағы, Құдайға шүкір бала шаға бар ғой деп, мен өзім де тіркелдім. Осы март айында тіркелдім осыненің. Қазір оғанда айына 10-50 мың теңгеден құйып тұрмыз. Бәрі сұрады. Сұрап, айтып жатыр, қалай алдыңдар, алдамай ма? Жұрттар айтады, бұл біріншілер басындағылар алады, кейінгілер алмайды, бұл пирамида деп айтқандар болды, бірақ сенбедік. Ақтаста 12 жыл имам болғам. Былтырдан бері боспын. Жеке кәсіппен айналысып отырмын. Осы жақында бізден сұрады, сол рас па деп. Бір келіншек. Күлдік біз енді. Рас болған кейін алып отырмыз ғой, мен отырардым деп. Бірақ Құдайға шүкір, ешкімді алдаған жоқ. Мен өзімнің Алматыда квартирада інім тұрады. Інімді тіркедім. Оның үйі жоқ, неше жыл болды Алматыда квартирада. Інімді тіркеп, інім қазір осы ройға, ол да 6-7 ай болды, 50 мың теңгеден неғып жатыр, құйып жатыр. Құдай қаласа осы жазға таман ол да үй алып қалсын деп ойланып жатырмыз. Үйлі болсын, квартирада жүргенше деп. Біз квартираны көп іздедік. Квартираны біз таба алмадық, шындығы керек. 5-6 ай іздедік, біз ойымыздағыдай болмады. Біресе төменде болады, зәк болады, біресе төбеде болады, жаңа шердактан су ағады, әркім ұнамады енді, шындығы керек. Сөйтіп жаңа Жанар апай деген бір апайымыз бар, біз сол кісіге айтқан кезде осы квартираны тауып берді. Қаланың ортасы, таза, әдемі, өзімізге ұнады енді осы жер. Осы қаланың ортасынан бір үйіміз болса деп армандайтынбыз. Сол арманымызға осы рой себепті жеттік.